Арма қазағым, осы бейнеде қазақтың жеті ата деген заңы қақтан шыққанын сіздерге айтып кеткім келеді. Осыдан 5.000 жыл бұрын Қазақстан және қазіргі Моңғолияның жерінде ғана жылқы деген жануар өсіп өнген еді. Сонымен біздің ата-бабамыз бірінші болып жылқыны қолына алып, жылқыға мініп, жылқыны қорасына кіргізген болады. Неше ғасыр бойы атамыз біздің жылқыны бақылаған, жылқының осындай қасиетін байқайды. Жылқы жеті атасына дейінгі бауырларының шеше жағынан, әке жағынан біледі. Және бірде біреуімен, бірде бір туған туысымен жыныстық қатынасқа түспеуге тырысады. Ұрғашысы болсын, еркегі болсын. Жылқылар бір-бірлерінің бауырларын сідігінің иісінен таниды. Сөйтіп қазақ біздің бабамыз жеті ата заңды жариялаған. Себебі түсінген неге жылқы олай істейтінін. Содан бері біз енді жеті ата деген заңды ұстап келе жатырмыз. Текті болып келе жатырмыз. Ел бетінде қаншама деген ұлттар бар, этностар бар. Жеті ата заңын ұстамайтын және ұялмай, ешқандай қысылмай, өздерінің туған туыстарымен төсектес болып үйленіп шаңырақ көтеріп жатқандар. Міне енді қазір айтып кетейік, араб деген халық, көптеген қазақтар арабтарға қызығады. Ал арабтардың ортасында сіздер білдіңіздер ма, 90% арабтың генетикалық аурулары бар. Яғни әрбір баланың ортасында, мысалы 5 бала туылатын болса, араб отбасында, оның ішінде екеуі, үшеуі мүгедек болып туылады. Сонымен қоса, мына біздің түркі бауырларымыз жеті ата деген заңды ұсталмай кеткен. Олардың да орталарында, әр 5-ші түріктің ортасында армян отбасылық ауру деген жиі таралған. Осылай, сонымен қазағым, жеті ата бабаңды дәстүрін соны ұстап жүр, заңын ұстап жүр. Негізінде бұл заң мемлекеттік заң болу керек. Және ол біздің дәстүріміз болу керек. Ана түрлі ЮНЕСКО не дегендер, мысалы қазақтың беташар деген дәстүрін, соны мәдениет ретінде мойындады. Адамзаттың мәдениеті ретінде мойындады. Енді мына жеті ата заңымызды мемлекетте түрде мойындайтын болса, ол да басқа елдерге танымалы болады. Бәлкім қазақ жеті ата заңымен өзінің басқа да ұлттарды құтқарар. Инцест, инбридингке батып атқан ұлттарды. Аман болыңыздар.